Баршаңызға сәлем, сіздермен миксерсіз, тез әрі оңай, дәмді болып келетін пирог дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқа, құмшекер, сұйық май, сүт қажет болады. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды 3 бөлікке бөліп қосамыз. Арасында 2 шай қасық қопсытқыш салып жібереміз. Онда бірден қосуға болмайды, себебі ұнымыз іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Үшінші бөлігін саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне осындай консистенцияда болды. Енді тапамызға құямыз. Пешкеге жібереміз. Міне дайын болды. Дайын болған пирогқа пропитка жасасаңыздар да, жасамасаңыздар да болады. Бетін өз қалауыңызша әрлейсіздер. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы кеңестермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған Жансая.